Жиналысымызды қорытындылайық. Біз енді мана айтып отыр ғой, енді есеп беру жаңа жұмыстар деп, бұл біздің ғана тек партиялық бақылау комиссиясының фракциясының ғана есебі. Алдағы уақытта облыс, қала, аудан деңгейіндегі депутаттар халыққа есеп беру уақыты жақындап қалып жатыр. Бізде бәріміз ертең шығып халықтың алдына есеп береміз. Біріміздің алдымызда емес. Қара халықтың алдында қаладан шыққан 8 депутат осы Ақтау қалалық мәслихатының депутаттарымен бірігіп бізде осы аудан аралық сол кезде небір мәселелер көтеріледі. Елдің алдына барғаннан кейін ол жерде оларда тоқтау жоқ, мәселесін де айтады, жаңағыдай наразылығын да айтады дегендей. Сондықтан біз соған дайын болуымыз керек. Ол жаңағы атқарған жұмысымызбен ғана абыроймен шығамыз. Басқа бізді ештеңе құтқармайды ол жерде. Сосын бір мандатта сайланған округтар бойынша заңда жазылған 30%-дан кем емес сайлаушы өзінің депутатына көңілі толмаса, депутаттық қызметін қайтарып алады дегенде тетік те бар. Оны да ескеруіміз қажет. Партиялық тізіммен шыққан депутаттарға да ондай тетік бар. Біз егерде өзіміздің қызметімізді жасамасақ, бюроның шешімімен біздің де депутаттық қызметімізді тоқтата алады. Сондықтан жауапкершілікпен қарайды деген сенімдемін. Енді сөзді қорытындылай келе айтайын дегенім, осы былтырғы мәселелерге қарап, биылда біз су, тоқ пен қамту мәселелерін күн тәртібіне түсірмеуіміз керек. Шынымен де қалада енді қоғамдық көлік, басқа да мәселелер енді әжептәуір шешілді деп есептейміз. Бірақ мынау су, тоқ, әсіресе жаз айларында бізде үлкен проблема тудыртады. Былтыр болды. Енді оны қайталанбасына қазіргі таңда біз жұмыстануымыз керек. Сондықтан фракция жетекшісі осы қалалық мәслихаттағы әріптестеріміз осы мәселеге назар аударса екен. Біз де өз тарапымыздан осы мәселені бақылауда ұстаймыз. Жалпы фракция жұмысына белсенділікті арттыру керек деп есептеймін. Ол жаңағы әркім өзінің әр басқа қадамын желіге жарияламайтын шығар. Бірақ енді заманның талабы солай болып кетті. Ақпарат көрмесе сен жұмыс жасамадың деп есептейді. Енді біз бұрынғының сарынымен қайта жылт-жылт шыға беруге тағын қайсызданамыз да, мысалға да кішкентай енді. Бірақ енді өкінішке орай әңгімені шыны керек, қоғам бізді солай бағалайтын болып кетті. Сіз кабинетте отырып, кіммен келіссөз жүргізіп, кіммен қандай келісімге барғанын енді халық білмейді ғой, егер шығармасақ. Сондықтан біздер ұнасын, ұнамасын, енді бәрі болмағанмен бір жұмысымыздың бір қатарын шығарып отыруымыз керек. Солай ғана бағалайды. Одан бұрын мына орталық аппаратта мониторинг деді. Олар да енді Астанадағы адамдар мұнда келіп қасымызда еріп жүре алмайды ғой. Олар да осыған қарайды. Сондықтан мұна желіге ақпарат шығаруды біз енді қатты қарқынды жүргізбесек те бәсеңдетуге болмайды бізге. Сондықтан азаматтар осы мәселені де бір назарда ұстаңыздар деп есептеймін. Ұстау керек деп есептеймін. Енді біз енді осы жиналыс нәтижесі бойынша қаулы қабылдаймыз ғой. Арыстан Сақиев, сіз айтарыңыз бар ма? Қаулы бар. Қаулының жобасын жасап қойдық. Таныстырайын сіздерді. Енді жиналыс барысында біз қазір стенограмма жазып отырмыз. Тағы да айтылған мән-жайларға байланысты толықтырулар мен өзгерістер енгізіп қалуымыз мүмкін. Аманат партиясы Маңғыстау облыстық филиалы жанындағы партиялық бақылау комиссиясының 2024 жылғы жұмыс жоспарына сәйкес 2023-2027 жылдарға арналған халықпен бірге сайлауалды бағдарламасын іске асыру бойынша жол картасындағы Ақтау қалалық мәслихатының депутат фракциясының атқарған жұмысын тыңдай келе қаулы етеді. Аманат партиясының халықпен бірге сайлауалды бағдарламасындағы Ақтау қалалық мәслихатының фракция мүшелерінің жұмысын жандандыру қажет деп есептейміз. Ақтау қалалық мәслихатының депутат фракциясына бірінші партияның жол картасындағы 2024 жылғы жұмыстары сапалы уақытта жүргізу ұсынысын, Аманат партиясының халықпен бірге сайлауалды бағдарламасындағы Ақтау қалалық мәслихатының депутаттарының атқарған жұмыстарын баспасөз беттерінде және әлеуметтік желіде жариялап отыру ұсынысын, 2024 жылдың 15 наурызына дейін осы қаулының орындалысы туралы ақпарат партиялық бақылау комиссиясына ұсынысын. Осы қаулының орындалысын бақылау партиялық бақылау комиссия инспекторы Арыстан Қибасовқа тапсырылсын деген қаулының жобасын жасақтап қойған болатынбыз. Қазір енді басқа да айтылған мән-жайларға байланысты өзгерістер мен толықтыру енгізуіміз мүмкін.
енді осы қазіргі таңдағы промежуточный аралық есеп деп есептейміз. Сәке, біз бәріміз неге барамыз ертең? Халыққа шығамыз. Графиктеріміз қала, аудан, халықпен есеп береміз.